Сәлем қыздар, сіздермен бүгін дастархандарыңыздың сәнін келтіретін жасалу жолы өте оңай, шығыс салатын жасайтын боламыз. Сонымен тауықтың төс етін алып, осылай ірі-ірі қылып турап аламыз. Тұзымыз, сұйық майымызды, кукурузный крахмалымызды, чеснок, кристаллики паприкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін баклажанымызды да осылай ірі қылып тураймыз. Тұзымызды, сұйық май, паприка, чесногымызды қосып 20 минутқа мариновация етуге қалдырамыз. Қыздар, баклажанды араластырған кезде езіп алмай, ақырындап қолмен араластырсаңыздар да болады. Тек езіп алмаңыздар. Осылай 20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін перистарымызды турай бастаймыз. Ішіндегі артық заттарымызды алып тастап, осы ұзын-ұзын қылып турап, помидор черримізді екіге бөліп, көк пиязымыздың ақ жерін алып тастап, осылай үшке бөлеміз. Куриный филемізді 7-10 минут қана пісірсек жетеді қыздар. Толықтай піседі. Баклажанымызды 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алып, осылай соевый соус, оливковый масламызды қосып, салатымызды араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, салатымыз дайын, өте керемет болып шығады. Толық рецепті видеоның астынан қалдыратын боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.